ертеде жап-жасыл ормандың етегінде кішкентай ауыл болыпты. Онда Арыстан есімді батыр өмір сүреді. Бір күні аспан қап-қара бұлттанып, ауыл адамдары қорқып аспанға қарайды. Қап-қара бұлт арасынан үлкен жасыл айдаһар ұшып келіп, ауылдың үстінен от шашып өтеді. Зұлым айдаһар төмен түсіп, сұлу ханшайымды өзінің тас мұнарасына алып кетеді. Барлығы шошып, абыр-сабыр болған сәтте Арыстан қылышын алып, «Мен бұл зұлымдыққа жол бермеймін», деп орманға қарай аттанады. Орман ішінде айдаһар мен Арыстан шайқасып, Арыстан жеңіске жетеді. Сосын Арыстан тас мұнараны іздеп табады. Онда сұлу ханшайым бар еді. Мұнараға жетіп, есік ашылып, енді алдынан құбыжық шыға келді. Мұнара өте үлкен және қорқынышты еді. Тас мұнараны ішіне кіріп, Арыстанға да өте қорқынышты болды. Бір бөлмеде жарық сәуле түскен орында ханшайым отыр екен. Ол көзінен жасын сүртіп аспанға қарап отыр. Арыстан ханшайымды іздеп табады. Сосын екеуі тас мұнарадан қашып шығады. Арыстан батыр мен ханшайым жеңіске жетіп, мұнара қирап тас талқаны шығады.